Саламатсыздар ма оқушылар? 8-ші сыныпта қазақ тілінен сабағымызды бастаймыз. Алдымен суреттерге қарап, сабақ тақырыбын болжаңыз. Дұрыс айтасыздар оқушылар. Сабағымыздың тақырыбы альпинист. Сабағымыздың оқу мақсаты сөздік қор және сөздік құрам ерекшеліктерін түсініп қолдану. Алдымен тапсырмалар орындау үшін оқылым мәтінімен таныс болыңыздар. Шатыр маңын қарлы боран түнімен торса да, шыбын таяр тайғақ ернеу астына тұрақтай алмай, түйдек-түйдек қар қасаты жалама құз қабырғасымен ағып кетіпті. Орта мамырдың ойпыл-тойпыл мінезі байсал тартып, шың басын күн шұғыласымен аймаласа, биікке бас тіккен екеу қара көзілдіріктерін киіп, шыныдай жылтыр қабырғаға болат сыналарын қадады. Алыстан ақшаңқан көрінер, құзғынды бөркі болат сына бата бермес шыны боп шықты. Қайсы бір құздай жадағай емес, көк жүзіне кері сорғалаған сүңгідей сом, оқтаудай жұмыр. Бұлар арқан салған батыс беткей тіпті тік. Екеуі арқанға асылып, шығыршықты сом сына бойымен өрлеуде. Жеңіл ғана тамақтанып, түнімен тынығып, кешелі бері еттерде үйреніп, қандарда суына түсіп, жүректерде орныққанды. Жандары қиналмайды, тәндері де ширығады, қаңбақтай жеңіл сырғиды. Арқан бойымен кезек-кезек алмасып, жол бастаушылық тізгінді кезектесе қолға алады. Көк мұз жаңқасы көзәйнекке ұшып, болат сына мен балға қайла шыңылдай соғылып, шың басы сыңғырлай жаңғырып, самалы суылдай лекітіп қояды. Қарсы алдындағы көк мұз жартас ғарыш кемесіндей көкке тік шаншылыпты. Ал тайқы текше мен мұз қабырға арасындағы қараңғы көр тектес алып аран сұңғатты сескентіп тастады. Алып жарықты бойлай көз жүгіріп өтіп, өткел болар жымдасқан жері жоқ екенін көріп, сұмдық екен, деді қорқынышын жасыра алмай. Тайшын сыр бермеуге тырысты. Саспа, деді. Барша атылып, бармағымызды бір батырсақ, қабырға біздікі. Иә аға, аралық жақын ғой, деді Сұңғат енді сескенбей. Сұңғатқа текшесіне сом сына қақтырып, құрық салым қарсы бетке қарғауға өзі ниет қылды. Текше боп біткен мұз бетіне қос сына қағылды. Шығыршығынан арқанды өткізді. Құзар қиясына бекітілген қосымша қаданың шығырына іліп, арқан үшін текше үстінде селтиіп тұрған Сұңғатқа берді. Айым болдау дегенде, иә пірім, жар бол. Әй құзғынды қолда деп, қарауытқан мұз жарғының жалынынан қарсы қабырғаға қарғыды. Түпсіз үңірейген жарыққа қыранша сорғалап, қиялай қалықтап барып, қолындағы қос балға қайласымен мұз қабырғаға соғылды. Қос балға қайла сіреу мұзға қапысыз қадалды. Екі аяқтың басындағы үшкір біздей ісіктер де шаншыла кетті. Атам замандардан шақпақтана қатқан көк мұз қабырғаға тұңғыш рет адам баласының тәні тарбия жабысты. О, ғажап! Сұңғат таңданысын жасыра алмады. Құзғынды басы тақиядай ғана екен. Таздың төбесіндей жып-жылтыр мұз, саф ауа, суық жел. Екі азаматта бір сәт тереңнен тыныс тартып, төңіректі қара көзәйнекпен шолды. Күн төбеде, шың төменде, тал түс. Шөкім бұлт жоқ. Екеуінің де көкірегі кіршіксіз қардай болтсыз көктей ашылған. Әйдік әлем екен аға. Енді оқушылар мәтінді түсініп оқысақ, сұрақтарға жауап берейік. Дескрипторы мәтін мазмұнын түсінеді, сөздік қор және сөздік құрам ерекшеліктерін түсініп қолдана алады. Альпинистердің көк мұз үстінде шатыр тігіп орнығуы, көк мұзға сына қағып өрмелеуі сендерге қалай әсер етті? Шыңға шығудың қиындықтарын сездіңдер ме? Суреттегі спортшының шыңды бағындыруы, биік тауға еліміздің туын қадауы мақтаныш сезімін тудырады ма? Енді оқушылар тілдік бағдарға назар аударыңыздар. Термин сөздер мен кәсіби сөздер. Терминдер ғылым мен техниканың алуан түрлі саласына қатысты қолданылатын сөздер. Олар көп мағыналы болмайды, нақты бір мағыналы болып келеді. Олар эмоционалды, экспрессивті қызмет атқармайды. Мысалы, тіл біліміне қатысты фонетика, морфология, математика ғылымына қатысты синус, радиус, тағы да басқа.
Ал кәсіби сөздер белгілі бір кәсіп иелеріне ғана түсінікті, сол кәсіпке байланысты сөздер. Мысалы, бау-бақшаға, егін шаруашылығына қатысты, балық шаруашылығына байланысты, мақта шаруашылығына байланысты сөздер. Олай болса, қолдануда мына тапсырманы орындайық. Оқылым мәтіннен кәсіби сөздерді тауып жазыңдар. Дескриптор мәтін мазмұнын біледі, кәсіби сөздер туралы біледі. Мәтіннен кәсіби сөздерді таба алады. Жазып болса оқушылар, жазған сөздерімізді жауап сәйкестігімен салыстырайық. Құс, арқан, көзілдірік, шығыршық, сомсына, мұз жаңқасы, балға қайла, тайқы текше, мұз қабырға, істік. Енді оқушылар келесі тапсырманы орындау үшін сіздерге 2 бейнеролик көрсетемін. Назар салып тыңдаңыздар. Қазақстандық альпинистер Мақсұт Жұмаев пен Мағжан Сағымбаев оңтүстік Американың ең биік шыңы Аконкагуаны бағындырды. Аргентинадан абыроймен оралған альпинистеріміз бүгін баспасөз мәслихатын өткізді. Кез келген биіктікті бағындыру оңай емес. Отандастарымыз оңтүстік Америка шыңына шығу үшін көп қиындыққа тап болғандарын айтты. Алайда тәжірибе мен төзімділіктің арқасында мақсаттарына қол жеткізген. Олар бұл жеңістерін шаңғы мен тұғырдан секіруден Азия ойындарының чемпионы Евгений Левкинге арнағандарын айтты. Енді келесі бейнероликке назар аударайық. Тянь-Шаньда із-түссіз жоғалып кеткен қазақстандық альпинистер әлі табылмай жатыр. Мұрат Өтепбаев, Александр Чичулин мен Андрей Корнеев қырғышақтағы биіктігі 7000 метрден асатын жеңіс шыңын бағындыруға аттанған. Алайда кері жолда боран соғып қар көшкіні жүріпті. Оқыс оқиғада альпинистердің бірі қаза тапқан. Десе де екеуі тірі деген болжам бар. Жоғалғандарды іздеумен Эверестті бағындырған тұңғыш қазақ Мақсұт Жұмаев бастаған альпинистер тобы мен Қорғаныс министрлігінің арнайы жасағы айналысып жатыр. Альпинистерді құтқару операциясы туралы Аруна Ортай толығырақ. Қырғызстанның бас айналдырар биіктігін бағындыруға кеткен жерлестеріміз соңғы мәрте 5 күн бұрын байланысқа шығыпты. Қар көшкін астында қалып қойған альпинистер сүйектен өткен суықта жолдастары Александр Чичулиннің қайтыс болғанын хабарлаған, содан өздері де із-түссіз жоғалды. Ізім қайым кеткен жерлестерімізді бірінші боп қырғыз жақ іздеп таппақ болған. Алайда қар құрсауындағы жоталардан бірде-бір тіршілік белгісі білінбепті. Десе де Андрей Корнеев пен Мұрат Өтепбаевтың туыстары олардың әлде де тірі екеніне сенімді, сондықтан оларды тезірек құтқаруды жылап сұрады. Я очень верю, что они живы. Папа, пожалуйста, вернись. Қырғыз тауларында қазақ альпинистер жоғалды деген ақпарат тараған бойда әскерилер мен альпинистер бірден жолға шықты. Құтқарушылар тобында Эверестті бағындырған Мақсұт Жұмаев, Аманжол Рахметов пен Василий Певцов секілді атақты альпинистер бар, бірақ жеңіс шыңы оларға да жеңістік бермей тұр. Белгілі болғандай, шатқалдағы ауа райы бүгінде бұзылып, құтқарушылар тауға шыға алмапты. В настоящее время группа прибыла. Іздеу тобы Қарқараға жетті. 2200 метр биіктікте тұрмыз. Қазір ұшу мүмкін болмай тұр. Оған себеп ауа райы қолайсыздығы. Ертең күн ашылады деп сенеміз. Тірі қалғандарды тікұшақпен жылы сезгіш құралмен іздейміз. Яғни іздеу жұмыстары ертеңге қалды. Айта кетейік, жерлестеріміз жоғалған жеңіс шыңы әлемдегі ең қауіпті шыңдардың бірі саналады. Биіктігі 7439 метр тау алыбын бағындырғысы келетіндер көбіне ауа райынан батпайды, бірақ біздің альпинистер де осал емес. Мәселен, жоғалғандардың бірі Мұрат Өтепбаев осыдан 3 жыл бұрын Эвересттегі қар көшкінінен аман-есен шыққан. Оқыс оқиғада 80 альпинист қаза тапқан болатын. Аруна Ортай, Жарас Омарқұлов, КТК. Енді оқушылар тамашалаған бейнероликті және оқылым мәтінін негізге ала отырып, берілген тұжырымның біреуін таңдап, ойыңызды білдіріңіз. Бірінші тұжырым альпинист болу оңай. Себебі. Екінші тұжырым альпинист болу қиын. Себебі. Сабағымызды қорытындылай келе, бүгін сіздермен альпинист кәсібі туралы таныстық және тілдік бағдар бойынша термин сөздермен, кәсіби сөздермен таныса отырып, мәтіннен кәсіби сөздер таптық. Ендеше оқу тапсырмасы, 3-ші тапсырма. Сурет бойынша мәтін жазыңыз, терминдер мен кәсіби сөздерді қатыстырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.